Қайырлы күн. Бүгін біз духовкада пісірілмейтін, жеңіл әрі тез дайындалатын осындай пирог әзірлейміз. Қажет ингредиенттер бұл печенье, менде продукттың печеньесі, сахарная пудра, қаймақ, буренка және банан. Бұл жерде бананды көбірек қолдансаңыздар да болады, әркімнің талғамына қарай. Енді қаймақты мискаға салып, оны буренкамен әбден араластырып аламыз. Осы массаға сахарная пудраны қосамыз. Бір қалыпты болғанша араластырамыз. Қоймалжын бір қалыпты масса шығады. Келесі кезекте біз бананды тураймыз. Сәл ірі болғаны дұрыс, себебі печеньемен араластырған кезде банан тағы да езіледі. Банан көбірек болғаны жақсы болады. Енді бұл талғамға қарай, бірақ банан ерекше бір әдемі дәм береді. Енді дайын болған массаның үстіне 400-500 грамм арасындағы печеньені қосамыз. Ол қоймалжын массаның көлеміне қарай. Егер печенье аз болып қалса, тағы да шетінен қосу керек. Бірден барлық 500 граммды қоса салуға болмайды. Кейде масса жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан кейін аз-аздан қосып тұрыңыздар. Егер кремі көп болып кетсе, шетінен қосасыздар. Міне осылай бір қалып етіп араластырамыз. Енді менен бір лайфхак. Мына жерде кәдімгі торттың ыдысын кесіп алдым. Арнайы форма қылып, өйткені менде басқа формалар бұл массаға өте үлкен болып тұр. Осы формаға түгел дайын болған печеньені саламыз. Бетін бір қалыпты етіп тегістеп, одан кейін холодильникке жарты сағат, 1 сағатқа қойып аламыз. Яғни пропитка болу керек. Холодильникте жарты сағат, 1 сағат тұрған кезде өте жақсы пропитка болады. Яғни крем печеньеге әдемі сіңеді. Тіпті бұл духовкада пісірілмеген печенье торт екені мүлде байқалмай қалады. Менде кішкене уақыт аз болып қалды. Аз уақытқа салдым. Видеоға түсіруге асықтым. Сол үшін осылай кесілді. Егер толық уақытысымен тұрса, онда бұдан да әдемі кесіледі. Жасап көріңіздер, ас болсын.